Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, филология факультеті, ағылшын тіл білімі кафедрасының Фи-18 ішкабір тобының студенттері Әбу-Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай арнайы челленджді бастаймыз. Әлемге әйгілі қазақтың ұлы ойшылы, астролог, биолог және де математик, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Әбу-Насыр әл-Фараби атамыз 870 жылы Фараб қаласында, яғни қазіргі таңдағы Түркістан облысы Отырар ауданында дүниеге келген. Ғұлама ойшылдың толық аты жөні Әбу-Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед Тархан ибн Узлағ әл-Фараби. Ол дәулетті отбасында шыққан, оның әкесі әскери қолбасшы болған, және де Фараб қаласы орта ғасырларда ғылым мен мәдениеттің орталығы болған. Бұл жерде Александриядан кейінгі әлемдегі ең үлкен кітапхана орналасқан. Соның арқасында білімге деген құштарлығы ерте басынан ашылған. Екінші ұстаздың шығармашылығы. Әбу-Насыр әл-Фараби Аристотельден кейінгі екінші ғұлама ұстаз болып саналған. Әбу-Насыр әл-Фарабидің 150-ге жуық философиялық және ғылыми трактаттары бар. Тарихи деректерге сүйенетін болсақ, әл-Фараби 70-ге жуық тілдер білген. Ол көп оқып, көп ізденген ойшылдардың бірі. Әл-Фарабидің мемлекеттік ел басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік этикалық саяси көзқарастары күні бүгінге дейін өз мән-мағынасын жоғалтқан жоқ.